Енді мәдениет орталығымыз 1992 жылы құрылған. Соның бері осы жерде міне елдің арқасында, соның арқасында үлкен ғимарат салынып, 3 этажды ғимаратымыз бар. Бұл жерде план бойынша мәдениет орталықтың жұмысы жалғасып келе жатыр. Енді ұйғыр білен қазақ деп біз ондай айырмаймыз. Біз бір атаның баласы сияқты өмір сүріп кеткен халықтың бірі. 1000 жылдық тарихтарымыз бар. Қыз беріп, қыз алып дегендей туысқан бауыр болып кеткен елдің бірі. Енді мәдениет орталықтың өзіңді жақсы білесіздер. Әрбір ұлттың мемлекет деңгейде біздің тұңғыш президентіміз ассамблея құрып, әр ұлттың өзінің тіліне, дәстүріне, сәнәтті, мәдениетті сақтап қалсын деп, осындай мәдени орталықтар құрылған еді. Мен сол мәдениет орталық істеп келе жатыр. Осының ішінде үлкен халқымыздың, өзіміздің мәдениетіні, сәнетін, тарихыны жалғастырып келе жатырмыз. Ол үлкен тәрбие нәрсе дегендің бірі. Енді мәдениет орталығы да біз осы 30 жылдыққа осы жерде музей ашайық деп отырмыз. Ұйғыр халықтың тарихыны, мәдениеті, сәнетті, оның үлкен көп істеген, тарихты қалған тұлғалардікі бәрі суреттері болады. Жазушы бар, суретшісі бар, тарихшы бар дегендей сәнетті көптеген біздің халық артистеріміз бар. Соның келешек ұрпаққа тарихты қалдырайық деп үлкен бір соғыс ардагерлердің тарихыны әкеп, кітаптар, альбом жасап, соны жалғастырайық деген әңгіме. Келешек ұрпаққа бір жақсы із қалдырайық, тарихым жалғаса берсін деп, осы мәдениет орталығы құрылған. Бұл жерде үлкен жігіт басшылар бар, ханым қыздардың төрайымы бар, ақсақалдардікі төрағасы бар, спорттың, мәдениеттің, білімдің, бәрдің өзінің секісі бар. Солар білен басқарып, планымызбен, ауда әкімшілік ассамблея білен, республик этно-культурный центр білен бәріміз тығыз жұмыс істеп жатырмыз. Енді мынау айтсақ, жақын арада 80-ге келген, 90 келген ата-анадарды әр уақытта мәдениет орталықта қандай салада істемесі бі, олардың еңбегі өте зор. Балалар тапты, өсірді, өледі, оқытты, семьяды болды. Сол балалар қазір мемлекетімізге әрбір салада өзінің үлкен үлесті қосып жатыр. Олар құрметті ана, құрметті ата, соны мәдениет орталық әкеп, алғыс хаттарымыз жазып, өзіміздің сыйлықтарды беріп, құрметтеп жатырмыз. Жақын арада кеше осы жерге аудандың военкомы кеп, соғыстың 75 жылығы медальдармен соғысшыларға істеген ана аталарға сол медальдарды беріп, үлкен сый құрметті көрсеттік. Сізде медальмен марапатталдыңыз ба? Иә, менің бар ғой. Енді қазір жоғары жақта Белал Назым деген ескерткішіміз бар. Сол жерде ел болып, жұрт болып, соның өзінің ескерткішінің өзінің жан-жағы гүлдердегі ағаштарға бір өзінің сәнін келтіріп жатырмыз. Оның мамашылық болса, келерге, халық бірлігі күніге арнайы ашамыз деп отырмыз. Оның ел, халық болып, әркім өзінің шамасы келгенше үлесті қосып жатыр. Жалпы өзіңіз қалада қанша жыл болды өмірсіз? Мен осы жерде тұғылып өсіп, осы мектеп-интернатты бітіріп, осы Жергенттің тума жігіттің бірі. Школа-интернатты бітіргендіктен екіншісі бітіріп келдім. Осы жерде бірінші істегенде мектепті мұғалім болдым, мұнда районода істедім. О жақта райисполкомды көп жыл заводил, онымен профтехучилище дейді. Соның директоры болдым, қаланың әкімі 10 жылдан артық болдым. Жамбыл мектепті 10 жыл, былтырғы жыл үшін істеп, қазір сол мәдени орталықты басқарып келе жатырмын. Сіздің сөзіңізде қырсыңыз, сіз ұйғырды ұмытып қалдыңыз ба? Ұйғырша бір біздің Шардан бағдарламасына тілек айтсаңыз, жастар телеарнасы жаңадан ашылады. Оның ішінде елімізде Шардан бағдарламасы. Шайбенем дегенде программаға мен жаңадан құрылып жатыр екен. Үлкен табыс тілеймін. Әр уақытта да бастап өзі қиын. Осындай істей берсе, конечно, біздің ұлттықыны сүріп жатса, оған көп қызығу болады. Көптеген кәсіпкеріміз бар, атақты адамдарымыз бар. Істеп жатқан солар, конечно, мынаны көрсе, ол жалғасып келеді, бізбен түсейік деп айтады. Ол деген жақсы программа, жақсы тілек тілеймін. Енді біз мұны осы Белал Назым әйкелінің енді тұрмыз. Бұл 20 жыл бұрын
жасалғанды кейін бұл ташланып кеткен жерде жігіт басшылар білен келішіп, ақсақалдар білен, ханым қызлар келішіп, мына ұш паркны өзінің әксіге әкелейді деп, мына біраз әмгек мәйді қылдық. Әрбір мәлінің жігітлері білен мәйді брусчатчықлан сеп, аллейланы қылып, мәйді туйлан тікіп, алмұттарды гүллерін әкеліп, қайтадан әркеліне реставрация қып, мына өзінің әксі кеп тұрды. Әнді бер біраз оқат ба, гранит білен қаплаш керек, әкелінікіне свет қойыш керек, яны директлерін тікіш керек, күзінің күні. Әгерді бұл әмісіне яқшы болса, аманшылық болса, келеге 21 жылы апрель айда халық бірлік күні де 1 майның алды мәшәді açıdığan mirasını ötküzeyle deyip şunu belgilep durumuz. Eğer de kolumuzda eminim kesse, şu vakti bunu açımız. Endi bu bolsa gelecekte bizden yaşlarımızga, gelecekte bizden akınlarımız deyimiz onu, şairlarımızga, Meşede şairlarının konkursunu ötküzümüz, yaş ballarının suret konkurslarını ötküzümüz, nurgun festivaller, Navruz merimi, dostluk merimi, Meşede parkta da hem milletlerini başlarını koşup, Meşede yakşılap ötküzdüğün bir yakşı bir bostan, yakşı yer oldu deyip ben oylayayım. Şunun da medeniyet merkezinin pravlenisi, hem azaları, şunun özümüzün kuşunu saldırıvatımız, halkımız, jutlarımız, koldu, Jagdayba balla özünün ülüsünü koşup atıdı. Ben oylayımın gelecekten bulan muşunu kögendikin tekimi özünün millet tururu bolsa, patriotluk sezim bolsa, elkelik katkan parkımızga yardım kıldı ben oylayımın. Өте жақсы. Жалпы бұл ақын қай ғасырда өмір сүрген? Бұл ақынымыз 1824 туылып, 1899 қайтыс болған. Жаркентте осы жерде тұрып, осы жерде қайтыс болған ағадарымыздың бірі, ақындарымыздың бірі, осының бейнесі үлкен бейітті бар. Соның үшін мына көше атымы Белал Назым деп берілген. Мына сол жерде бронзовый әйкелі тұр, памятнигі тұр. Соған паркымызды реттеп, жөндеп, келешек ұрпаққа бір жақсы сөз, жақсы із тарихымызды жалғастырып, соны жасап жатырмыз. Аты-жөніңізді таныстырып өтсеңіз, және осы бірнеше жыл әкім болған ағамыз жайлы не білесіз? Енді менің аты-жөнім біріншіден фамилиям Гаид, есімім Азат. Осы Жаркент ауылының тұрғынымын. Осы жерде мен кәдімгідей бір өзіме тиісті жұмысымды атқарып отырмын, жігітбасымын. Осы райондық, аудандық жігітбастардың төрағасымын. Екіншіден енді бұл ағамыз туралы қанша айтсақ аз келеді. Енді бұл кісінің өмір баян айтсақ, бұл кісі кезінде әлгі немізде, ауданымызда, қаншама мемлекетімізде қиыншылық жылдары аудан әкім болып істеген. Одан кейін Жамбыл орта мектебінде 10 жылдай директор қызметін атқарған. Соның үшін халықтың ішінде қиыншылық жылдары істеген адам. Қазіргі міне демалыста бұл кісі демалысқа шығып, мен картайдым демей, міне осы уақытқа дейін біздің ұйғыр халқына, ұйғыр центріне міне қызметін атқарып келіп, директор болып сайланып, осы жерге халықтың бір ауыз сөзбен, бір ауыз бірлігімен міне директор болып бізге келіп қызметін атқарып жатыр. Енді қазір директор болып келіп қызметін атқарып жатқан өте керекті халық үшін, келешек ұрпақ үшін өте күрделі мәселелерді көтеріп, осылардың міне тарихымыздың, келешек тарихымызды, жастардың келешек несін ойлап, болашағын ойлап, міне осындай жұмыстарды, жақсы жұмыстарды іске қолға алып отыр. Біріншіде міне өзіміздің көріп отырса, ескерткіш Белал Назым үлкен, бұл Тастаулы ауданымызда кішкене не болып қалған жер еді. Енді қазір өздеріңіз көріп отырғандай, міне осыны қолға алып, біздің мына келешек жастарымызға ұрпақ ретінде мына қалдыратын үлкен мұрасымыз, біздің байлығымыз, ең бір үлкен дәрежедегі байлығымыз деп, міне осыны қолға алып, міне осындай жұмыстарды алып, халық бірлігін, ауыз бірлігін бәрін шақыртып, міне жігітбастарын халықпен бірге, бізде қаншама жігіттерді, бизнесмен жігіттердің бәрін басын қосып, бәрін отырып, міне басын қосып, бір ауыздан осындай істерді қолға алып істеп жатыр. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, міне гүлденіп, күннен күнге гүлденіп келе жатыр. Мен Ваджитов Нурулам Бастуулы. Бұл кісі енді бұрын-бұрынтын енді еңбек сіңген, қалада әкім болған. Одан әкімшіліктің кеткендіктен директор школы болды. Бұл кісі білімдік адам болып
осы барлық жұмыстарын ұйыстырып келгенге бір жарым жыл болды. Это біз ұйғыр мәдениет мәркәзінде енді соны жақсылап істеп жатырмыз ғой. Соны айтқаны болып жатыр. Бұл кісі өзі күшті болған үшін, енді қабілетті дейді. Соның үшін жақсы жұмыс жүріп жатырды. Осы тұрған жерлеріне халықтың міне кеше бір не өткіздік. Ұйғыр этномәдениет мәркәзі. 70 жылдық деген медальдарны отан соғысынікі балалары деп енді әке-шешесі соғыста қайтып болған ғой. Сонымен соларға медаль берді. Соны о жерде қазақ, орыс, ұйғыр деме барлық болды. Қазақта болды, ұйғырдар 80 жасқа кірген шалдарын жинап кеше. Сондай мероприятие әкімдер район әкім өткізбеген мероприятие өткізіп жатыр ғой. Соны ұйыстырып жатыр. Енді не айтамыз енді? Осы кісінің арқасында енді жігіт бастар істеп, жақсылап. Өте жақсы болған үшін жұмысымыз жүріп жатыр ғой. Мен Азат Искандеров Азат Абдикерімұлы. Мұшы паркіні қайты өзләшіріш үстіде біз мұшы ұйғыр мәдениет мәркізінің рәйісі Ризайдикам Сейітішінің арқысы білен, көпчілік білен, жұрт білен, жамият білен, әм ашу біздіңке мұшы кәсіпкер жігіттерінің кәйінді мана мұшы паркімізде қайтыны өзләшіріп атымыз. Бияға біз мұшы май айдың башылдық, мана 4 айын ішінде машинчілік дәрежеге келіп, мұшы паркіні 1000 түпке еқін гүл әкелдік Алматыдан. 40 түп туя отырғыздық. Әнді яны алдымызда октябрь айында планымыз нұрған, голубой ел, елка, береза оқшаш декоративный яғаштарын отағызып, кейінке яш әвлатқа өзіміздіңке машындақ ішлерімізді қалдырып, ашы баланың мәшеде мұшы шайырымыз Бұланазымныңке әйкілінің енді әрқандақ үйімланы өткізіп, ашы келечек баларымыз үшін мұшы паркіні ясап, ашлағы өткіз беріш біздің вәзіпіміз. Шу бала келечекте ашу Бұланазым ұқсаш yazғучы баладың болып, өткір баладың болушы үшін мәшәді шуның үшін біз мұшы паркіланы баланы әкіріп әрқандақ мұйымла мәшәді өтші үшін біз шу балаға шу ішлерімізді қалдырымыз деп шәш қылымыз. Әм ашы бала мұшы ішіне давамлаштырып деп шәш қылымыз. Мен Турдиев Нұрмахамет Ахметолы боламын. Енді біз Бұланазым паркін жайында сөз жасасақ, бұл паркты Ризайдын Сейітұлы бастаған. Енді ол кісінің жақсылығын айт деген бір мақал бар. Енді ол кісі шынменде ақылды, шынменде оқымысты кісі болды. Шу деп бастаған кезінде бұл кісі технический училищеде директор болып істеді. Одан біткеннен кейін одан көтеріліп, біздің қалалық әкім болып жұмыс істеді. Содан кейін бұл кісі директор болып Жамбыл мектебінде директор болып жұмыс істеді. Содан кейін бара-бара бұл кісі демалысқа шыққан кезде, қалай дейміз, демалыс әлгі зейнеткерлікке шыққан кезде, содан мына бұрын тасталып кеткен, бұрын енді қарамаған ғой, енді қаралмаған жерге күш сап, осы жерге ат салысып, сонымен осы жерді міне көріп тұрсыздар. Бұршаткілері әйбәт, мынау тігілген, отырғызған гүлдері, туялары, тағда алдында көптеген жұмыстары бар. Соларды атқарамыз деп бәйде беріп жүр. Мен енді мына бір жігіт басы болып жұмысымды өз бір кісілік жұмысымды атқарып жүрмін. Біз мына Садықи олам деген мәлінің жігіт басы болып, аға жігіт болып жұмыс істеп жүрмін. Осы кісілер сияқты менде бір кісілік ат күшімді осы жерге үлесімді қосып жүрмін. Көне шақар Жаркентті араласаң, бейне бір ертегілер әлемінде жүргендей әсерленесің. Керемет бір күйгенесің. Ежелден қойы қоралас, аула аралас, ұйғыр қазақ бір-бірімен етене қайнасып кеткен. Жаркент қаласы халқының ауыз бірлігі күшті, береке бірлік орнаған, керемет киелі жер. Осы қалада дүниеге келген Изадин Айсаев
Жаркенттің өсіп өркендеуіне ерекше үлес қосқан абзал азамат. Ризадин Айсаевты тек ұйғыр халқы ғана емес, қазақтар да ерекше құрметтейді. Панфилов ауданының құрметті азаматы, өр тұлға Ризадин Айсаев өзгелерге үлгі өнеге көрсетерлік қоғам қайраткері. Дияс. Кімнің баласың? Ата баласың ба? Апаның баласың ба? Дедушкин сын или чей? Дедушкин. Дедушкин. И бабушкин. Ал енді адам өзінің бақыты балада дейді ғой. Қанша бала дүниеге келді, қанша немере шөбереңіз бар, жалпы жолдасыңыз екеуіңіз бақытты өмір сүріп жатсыздар ма? Енді біздің 2 ұл 1 қызымыз бар, 11 небереміз бар, 2 шөберіміз бар. Енді ата білен әженің қуаныштығы балалар ғой, неберлер, солар деп өмір сүріп жатырмыз. Міне бірінші Мирасым 4-ші класста, Ясым 2-ші класста оқып жатыр. Үлкендері уже институт бітіріп, семьялық болып, үй ұстап жатыр дегендей. Осындай өмір сүріп жатырмыз. Балаларыңыз өз тілінде біле ме? Қанша тілді біледі? Енді бұлар ұйғырша, қазақша, орысша 3 тілді біледі балалар. Ол жақта сіздің жолыңызды қуатын, әлде немесе қуған балаңыз бар ма? Сіз сияқты осындай билікте жүрген? Менің ызымды қуалап билікте жүрген балаларым жоқ. Бірі шаруашылықты істеп жатыр, өзінің ИП-сі бар. Қыздарым банкіде істейді. 2 оқып жатыр. Үшеуі және бірі мединститут оқып жатыр. 2-сі мединститутшысы неберлеріміз. Солай менің ізімді базғаны жоқ. Әркім өзінің жолы білен неғып жүр, өмір сүріп жатыр. Немерелеріңізді күтіп отырсыз ғой? Сол небере шөбереден тосамыз ғой, сол жақсылықты. Соларын тосып отырмын. Диаспта Мирасым жанымда тұр. Остарға үлкен неміз бар, үмбетіміз бар. Остар шығады деп, ізімізді басады деп ойлаймын енді. Жалпы өмірде армандаған арманыңыздың бәрі орындалды ма? Жалпы барлық арманыңызға адал еңбекпен жеттіңіз бе, әлде өзіңіздің бір ұстазыңыз болды ма? Енді мен бағана айтқандай, мен мектеп интернатты бітірдім. Оны бізді сүйреген, көмектескен ешкім жоқ. Әркім өзіміз оқып, өзіміз тырысып, өзіміздің еңбегі білен, адал білен өскен адамдардың бірі. Ешкім бізге мынау бол, сүйрегенім жоқ. Еңбегі арқасында осындай өсіп, өмір сүрдік. Өзіңіз бақытты сезінесіз ғой? Мен енді бақытты деп ойлаймын. Енді осындай 11 небере, 2 шөберем бар. Кемпір екеуміз өмір сүріп жатырмыз. Бәр нәрсеміз бар дегенде балалар семьясы білен өздікі шұғылданып жатыр. Бақытты деп ойлаймыз.